Әзірет әке Рим папасы Францисктің жолдауы 2025 жылғы бүкіл әлемдік миссия күніне орай 19 қазан 2025. Барлық халықтар арасындағы үміт миссионерлері. Қымбатты бауырлар, басты үндеуі үміт болған. Булеспес нон конфидет бер. 2025 мерейтой жылы атап өтілетін бүкіл әлемдік миссия күніне мен мынадай ұран таңдадым. Барлық халықтар арасындағы үміт миссионерлері. Бұл сөздер жекелеген мәсіхшілер мен бүкіл шіркеуге, шомылдырудан өткен баршаға біздің басты қасиетті мақсатымыз бар болу. Мәсіхтің жолымен жүру, үміттің жаршысы мен құрушысы болуымыз керектігін еске салады. Осы мезет бәріміз үшін Құдайдың рақымына бөленетін кезең болады деп сенемін. Себебі Құдай зор мейірімімен Иса Мәсіхтің өлімнен тірілуі арқылы бізді қайта туғызып, тірі үмітке кенелтті. 1 Петр 1:3-4. Осы тұста мен біздің мәсіхшілік миссиямызға тән кейбір маңызды тұстарды атап өткім келеді. Біз Құдай рухының жетегіне еріп, жүрегімізде қасиет жалыны лаулап, шіркеуде ізгі хабарды таратудың жаңа дәуіріне келуіміз керек. Бұл дәуір қара түнекте, тұншыққан әлемге қайта үміт әкелу үшін берілген. Fratelli Tutti 9:55. Бірінші, үмітіміз Мәсіх жолында. Қасиетті 2000 жылдан кейінгі осы 1000 жылдықтағы алғашқы мерейтой жылын атап өте отырып, назарымызды тарихтың діңгегі, кеше, бүгін және мәңгі бақи сол болып қала беретін Еврейлерде 13:8 Иса Мәсіхте ұстаймыз. Назарет синагогасында Иса, келі жазбаларда айтылғандар оның тарихтағы бүгінгі болмысы арқылы жүзеге асты деп мәлімдеді. Осылайша, ол өзін Құдай әке жібергенін, келі рухпен майланғанын ашып көрсетті. Ол Құдай патшалығы жайлы ізгі хабарды жариялап, бүкіл адамзат үшін иенің рақымдылық жылын бастауға келді. Луқа 4:16-21. Осынау тылсым әрі заман ақырға дейін жалғасатын бүгіннің ішінде Мәсіх барша адамзат үшін, әсіресе тек Құдайға үміт артатындар үшін құтқарылудың кемелдігіне айналды. Жердегі өмірінде ол мұқтаждардың, халықтың Құдайға деген үмітін қайта жағып, барлығына мейірім көрсетіп, сауықтырып жүрді. Елшілердің істері 10:38. Ол адамзаттың күнәдан басқа барлық әлсіздігін бастан кешті. Тіпті ең ауыр сынақ сәттерін, Гетсемани бағындағы жан қиналысын да, айқыштағы азапты да көрді. Сонда да Иса бәрін Құдай әкеге тапсырып, оның адамзатқа арналған құтқару жоспарына, бейбітшілік пен үмітке толы болашаққа сеніммен мойынсұнды. Иеремийлерге 29:11. Осылайша, ол Құдай жіберген үміт миссионері болды. Әрі ғасырлар бойы өз миссиясын қиындықтарға мойымай, атқарып жүргендердің бәріне ең асыл өнегеге айналды. Барлық халықтарға жіберілген және өзі тылсым жетегіне алған шәкірттері арқылы Тәңір Иса адамзатқа үміт сыйлау қызметін жалғастырып келеді. Ол әлі де кедейлерге, қиналғандарға, үміт үзілгендер мен өзгіге түскендерге иіліп, олардың жарасына жұбату майын жағып, үміттің шарабын құяды. Иса жақсы самариялықтың алғы сөзі.
өз тәңіріне һәм ұстазына адал болып, сол қызмет рухында шіркеу Мәсіхтің миссионер шәкірттері қауымы сол миссияны жалғастырады. Халықтар арасында өмірін бәріне арнап құрбан етеді. Қудалаулар мен қиындықтарға, қауымдағылардың әлсіздігінен туған келеңсіздік пен сәтсіздіктерге қарамастан, шіркеу Мәсіхтің сүйіспеншілігімен алға ұмтылып, оның бірлігінде миссионерлік жолын жалғастыра береді. Шіркеу оның үлгісімен азап шеккен адамзаттың үнін, тіпті ақырғы азат етілуін күтіп тұрған бүкіл жаратылыстың ыңырсыған үнін естиді. Міне, осы шіркеуді Тәңіріміз әрдайым өзінің соңынан ілесуге шақырады. Бұл тоқтап қалған емес, қайта миссияға шыққан, Тәңірімізбен бірге дүниенің көшелерінде ілесіп жүрген шіркеу. Епископтар синодының кезекті жалпы жиналысының қорытынды киелі мессасындағы уағыздан 27 қазан 2024. Біз де Иса Тәңірдің ізімен жүріп, оның әрі оның бойында бола отырып, әр жерде және өміріміздің әрбір жағдайында үміттің нышаны мен жаршысы болуға жігерленейік. Мәсіхтің миссионер шәкірттері ретінде шомылдыру рәсімінен өткендердің бәрі оның үмітін жер бетінің түкпір-түкпірінде жандырсын. Екінші, Мәсіхшілер бүкіл халықтар арасында үміттің жаршылары мен құрушылары. Тәңіріміз Мәсіхтің соңынан ерген христиандарға шақыру бар. Олар жолыққан әр адамның өмірлік жағдайына ортақтасып, ізгі хабарды жеткізу арқылы үміттің жаршылары мен құрушылары болуға тиіс. Шынында да, біздің дәуіріміздегі адамдардың, әсіресе кедейлер мен қиналғандардың қуанышы мен үміті, қайғысы мен азабы, Мәсіхтің шәкірттерінің де қуанышы мен үміті, қайғысы мен азабы. Ақиқатында адамға тәннің бәрі олардың жүрегіне жат болып қалмайды. Gaudium et Spes 1. Екінші Ватикан кеңесінің бұл әйгілі сөздері әр дәуірдегі мәсіхшілер қауымының рухын айқындап, оларды жігерлендіріп, дүние халқымен бірге сапарлас болуға көмектеседі. Осы тұста ерекше түрде ad gentes миссионерлерін ойға аламын. Тәңірдің шақыруына еріп, сіздер басқа халықтарға барып, Мәсіхтегі Құдайдың сүйіспеншілігін паш еттіңіздер. Сол үшін шын жүректен алғысымды білдіремін. Сіздердің өмірлеріңіз қайта тірілген Мәсіхтің шәкірттеріне айтқан барлық халықтарға ізгі хабарды жариялау жөніндегі өсиетіне айқын жауап. Матай 28:18-20. Осылайша, сіздер шомылдыру рәсімінен өткен әрбір жанға берілген жалпы шақырудың нышанысыздар. Яғни Құдай рухының күшімен және күнделікті еңбектері арқылы барлық халықтар арасында миссионерлерге айналу және Иса Тәңір сыйлаған ұлы үміттің куәгері болу. Бұл үміттің көкжиегі жердегі өкініші нәрселерден асып түсіп, біз қазірдің өзінде дәмін татып жүрген құдайлық ақиқатқа жол ашады. Әулие Паул 6 атап айтқандай, Мәсіхтегі құтқарылу Құдай мейірімінің сыйы ретінде шіркеудің бәріне ұсынып отырғаны тек материалдық немесе рухани қажеттіліктерді қанағаттандырумен шектелмейді. Өткінші қалаулар мен үмітке байланып қалмайды. Керісінше, ол барлық шекарадан асып түсіп, нағыз абсолют Құдаймен бірлікте кемеліне жетеді. Бұл әрі трансцендентті, әрі эсхатологиялы құтқарылу. Ол осы өмірде басталып,
мәңгілікке дейін жалғасады. Евангелий Нунтианди 27. Осы ұлы үміттің жетегі мен христиан қауымдары жаңа адамзаттың жаршысы бола алады. Бүгінгі ең дамыған елдерде адамзат дағдарысының айқын белгілері байқалады. Жалғыздық сезімі, қарттардың мұқтажына немқұрайдылық, жанымыздағы мұқтаждарға көмек беруге құлықсыздық, технологиялық тұрғыда алдыңғы қатарлы, қоғамдарда жақындық жоғалуда. Біз бәріміз байланыстымыз, бірақ шынайы қарым-қатынаста емеспіз. Тиімділікке деген әуестік пен материалдық құндылықтарға байлану бізді өзімшіл қылып, өзгеге жанашыр болу қабілетінен айырады. Ал ізгі хабардың қауымдық өмірде тәжірибеге асуы бізді қайтадан тұтас, сау, құтқарылған адамзатқа айналдыра алады. Сондықтан да мен бәріңізді мерейтой жылының индикция буласында 7:15 айтылған істерді орындауға тағы да шақырамын. Әсіресе ең кедейлерге, әлсіздерге, науқастар мен қарттарға, сондай-ақ материалдық қоғамнан шет қалған жандарға ерекше көңіл бөлейік. Мұның бәрін Құдайдың жолымен жасайық. Яғни оларға жақын болып, мейірімін мен жанашырлық танытып, әр адамның өмірлік жағдайына қарай шынайы қарым-қатынас орната білейік. Евангелие Гаудим 127-128. Көп жағдайда дәл осы әрекеттер бізге үмітпен өмір сүруді үйретеді. Осындай жеке қарым-қатынас арқылы біз жаратқан иенің жүрек жылуын жеткізе аламыз. Сонда біз Мәсіхтің жүрегі, ізгі хабардың өзегі екенін түсінеміз. Дилексит Нос 32. Осы қайнардан көш алып, Құдайдан алған үмітімізді қарапайым түрде бөлісіп, 1 Петр 1:21. Осылай Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышы мен бізде әртүрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. 2 Қорынтықтар 1:3-4. Иса Мәсіхтің адамдық әрі құдайлық жүрегі арқылы Құдай әр адамның жүрегіне тіл қатқысы келеді. Баршамызды өзінің сүйіспеншілігіне шақырады. Біз осы миссияны жалғастыруға жіберілдік. Яғни бүкіл дүниеге Мәсіхтің жүрегінің және әкенің сүйіспеншілігінің белгісі болуға. Папалық миссионерлік қоғамдардың бас ассамблеясына қатысушыларға арнаған сөзінен 2023 жыл 3 маусым. 3. Үміт миссиясын жаңғырту. Бүгінгі күні үміт жаршысы болу міндеті бұрынғыдан да аса маңызды. Сондықтан Мәсіхтің шәкірттері ең алдымен өздері үміттің шынайы иесі болуды үйреніп, үмітін жоғалтқан, адасқан және түнектегі адамзатқа қайтадан демеу болып, жаңа дем беру керек. Бұл үшін біз әрбір евхаристиялық мейрамда, әсіресе литургиялық жылдың шыңы мен өзегі болған Песах мейрамының 3 күндігі кезінде тереңінен сезінетін Песах мейрамының рухани мәнімен жаңаруымыз қажет. Біз Мәсіхтің құтқарушы өлімі мен қайта тірілуінде шомылдыру рәсімінен өттік. Тарихтың мәңгілік көктемін білдіретін еміздің Песах мейрамында жаңардық. Сондықтан біз көктем халқы болып саналамыз. Бізде бар үмітпен бөлісе алатын халықпыз. Өйткені Мәсіхте біз өлім мен жек көрушілік өмірдің ақыры емес екенін білеміз, әрі сенеміз. Катехезис 23 тамыз 2017 жыл. Литургиялық мерекелер мен қасиетті сыр рәсімдер арқылы ашылатын пасхалық тылсымнан біз үнемі киелі рухтың күшін аламыз. Ол бізге ынтамен,
табандылықпен және төзіммен әлемге ізгі хабарды кең ауқымда таратуға дем береді. Қайта тірілген әрі даңққа бөлінген Мәсіх біздің үмітіміздің қайнары. Ол бізге өзі тапсырған миссияны орындау үшін қажетті көмектен айырмайды. Евангелие Гаудиум 275. Оған сүйеніп біз өмір сүреміз және Құдайдың сыйы, әрі мәсіхшілердің міндеті қасиетті үмітке куәлік етеміз. Hope is a light in the night, Vatican City, 2024-7. Үміт миссионерлері бұл дұғадағы жандар. Өйткені үміттенуші, ол дұға етуші, деп әулие кардинал Франсуа Ксавие Ван Тхуан айтқан. Ол ұзақ уақыт қамауда болғанда, адал дұға мен Еухаристиядан алған күштің арқасында үмітпен өмір сүре білді. Үміт жолы, Бостон, 2001, 963. Естен шығармайық, дұға бұл миссионерлік қызметтің діңгегі, әрі үміттің алғашқы күші. Катехезис 2020 жылғы 20 мамыр. Сондықтан үміт миссиясын дұғадан бастап жаңғыртайық. Әсіресе Құдай сөзінен нәр алатын, соның ішінде киелі рухтың өзі сазгері болған ұлы дұға симфониясы, Забур жырларына негізделген мінәжатқа баса назар аударайық. Катехезис 2024, 19 маусым. Забур жырлары бізге қиын сәттерде үміт үзбеуді үйретеді. Айналамыздағы үміт нышандарын ажырата білуге баулиды және барлық халықтардың Құдайды дәріптеуін қалайтын тұрақты миссионерлік ынта жігерді оятады. Забур 41:12, 67:4. Дұға арқылы біз ішімізде Құдай жаққан үміттің ұшқынын сақтап, оны айналамыздағы баршаға жарық пен жылу сыйлайтын үлкен отқа айналдыра аламыз. Бұл от тек сөзбен емес, дұғаның өзінен шабыт алатын, нақты істер мен мейірімді әрекеттер арқылы да таралады. Қорытындылай келе, ізгі хабарды тарату әрдайым қауымдық үдеріс. Мәсіхшілердің үміті де қауымдық сипатқа ие. Бенедикт 16, Спейсалви 14. Бұл үдеріс ізгі хабарды алғаш уағыздаумен және шомылдыру рәсімімен ғана шектелмейді. Қайта, әрбір шомылдыру рәсімінен өткен жанды ізгі хабар жолымен жетелеу арқылы мәсіхші қауымдарды қалыптастырумен жалғасады. Қазіргі қоғамда шіркеудің мүшесі болу бар мақсатқа жеттік деген сөз емес. Сондықтан мәсіхке деген кемел сенімді жеткізу мен қалыптастырудағы миссионерлік қызмет шіркеудің бүкіл қызметіне үлгі боларлық, парадигмалық мәнге ие. Евангелие Гаудиум 15. Әрі ол дұға мен әрекеттегі сәйкестікті талап етеді. Осы жерде мен тағы да шіркеудің миссионерлік синодалдығының маңыздылығын және папалық миссионерлік қоғамдардың шомылдыру рәсімінен өткендердің миссионерлік жауапкершілігін жандандыруға, сондай-ақ жаңа жергілікті шіркеулерді қолдауға қосып жатқан қызметін атап өткім келеді. Мен баршаңызды балаларды, жастарды, ересектерді және қарияларды шіркеудің ортақ ізгі хабар миссиясына белсенді араласуға шақырамын. Өз өмірлеріңіздің куәлігімен, дұғаларыңызбен, құрбандықтарыңызбен және жомарттықтарыңызбен үлес қосыңыздар. Осы үшін сіздерге рахмет. Құрметті бауырлар, үмітіміз Иса Мәсіхтің анасы, әулие Мариям анаға жалбыранайық. Биылғы мерейтойлық жыл
мен алдағы жылдарға деген дұғаларымызды бағыштай отырып, баршаға ортақ Құдай сүйіспеншілігі, Мәсіхтің үміт оты әр адамға нұрын төксін, және әлемнің түпкір-түпкірінде дәл осы нұрдың шуағына шіркеу адал куәгерлік етсін. Spes non confunded. 6. Рим Латеран төбесіндегі Әулие Жақия базиликасы 2025 жылғы 25 қаңтар. Әулие елші Паулдың түзу жолға түсу мейрамы. Франциск.